Сәлеметсіз бе, құрметті домбыра үйренгісі келетін жан. Менің каналыма қош келдіңіз. Көптеген видеолардың арасынан дәл осы видеоны таңдап көріп отырғаныңыз үшін көп рахмет. Мен бүгін сіздерге заманнан қалмайтын армандастар құрдастар атты хит әнді домбырада толық тартып үйрететін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Және егер сіз менің каналыма алғаш рет қосылып отырған болсаңыз, видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 4000 болуға аз ғана қалды. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз. Және де жанында тұрған қоңырауды жағып қойыңыз, себебі әр апта сайын менің каналымда көптеген жаңа видеолар шығып отырады. Барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Әдеттегідей ең алдымен армандастар құрдастар әнін домбырада бірінші толық тартып көрсетемін. Жалпы оның айтылуына және құрылымына мән беріп мұқият тыңдап отырыңыз. Және біле жүріңіз, бұл әннің сөзін Әлімқұлов, ал әнін Бейсеуов ағаларымыз жазған екен. Ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Әр тарапқа кеттіңдер ме, әлде биік асулардан өттіңдер ме, әлде игі армандарға жеттіңдер ме, қайдасыңдар құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Замандастар қарлығаштар қайда екен. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық тартып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ендеше менің каналыма алғаш рет қосылып отырған адамдарға тағы да бір айта кететін нәрсе, жалпы менің каналымда домбыраны 0-ден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін тартып үйреткен видео сабақтар бар. Сол сабақтарда мен домбыраны толық тартып үйреттім және көптеген әндерді домбырада шырқауды үйреткен болатынмын. Егер сіз домбыра тартуды білмесеңіз, міндетті түрде осы сабақтарды көріп үйреніп алыңыз.
Және де сол сабақтарда өте маңызды, көп адам түсіне бермейтін сандық нота жазбаша нұсқаны түсінуден бастап, екі саусақтап тарту, ортаны басу, тез қағысты қағу сияқты қиын нәрселердің барлығы осы видео сабақтарда толық түсіндіріп өткен болатынмын. Осы аттарды жазып іздесеңіз, менің каналымдағы видеолар міндетті түрде шығады. Міндетті түрде соларды көріңіз. Жалпы осы видео сабақты түсіну үшін де сіз мынаны міндетті түрде білуіңіз керек. Домбыраның ең жоғарғы жағындағы перне бұл мынау 0. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Менің түсіндіруім бойынша осылай. Яғни осыдан ары қарай кете береді. Мынау 1 болса, ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып ары қарай кете береді. Мен 6-ны бас дегенде 6, 4-ті бас дегенде 4, 2-ні бас дегенде 2 деген сияқты қай санды айтсам, соны дұрыс басып отырсаңыз болғаны, қалғанын оңай түсініп аласыз. Әннің сандық нотасы. Скриншот жасап алыңыз. Әннің толық сөзі. Егер сізге барлығы түсінікті болса, әнді үйренуді бастайық. Одан ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып, әдемі смайликтер қойып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыз. Және менің енді ғана дамытып келе жатқан Instagram, TikTok, Telegram сияқты желілеріме тіркелсеңіз қуанып қалар едім. Ал енді армандастар, құрдастар, әнін үйренейік. Жалпы сізге дәл қазір сан арқылы оңай жолмен тез үйрететін боламын. Бұл әнде 3 куплет, яғни 3 шумағы, бір қайырмасы бар. Соның бірінші шумағын домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ол бірінші қатарындағы сөздер. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастары едік. Осыны домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бір ауыл деген сөзді 3 қағыс ашық ойнаймыз. Жалпы біздің қағысымыз үнемі алма кезек қағыс, яғни біріншісі төмен, одан кейін жоғары. Төмен, жоғары. Үнемі осылай төмен, жоғары қылып қателеспей, алма кезек қылып қағып отырыңыз. Алдымен ешқандай пернені баспай, ашық 3 қағыс ойнаймыз. Мұқият қарап отырыңыз. Бір ауылдың деген буынды айтатын кезде енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрады. Бір қағыс қағамыз. Дың. Түлеп ұш деген буындарды енді екінші пернені екінші саусақпен ұстап айтамыз. Бас бармақты қоямыз жоғары жағына. Және осы жерде тұрып 3 қағыс қағамыз. Түлеп ұш қан деген буынды айтатын кезде енді біз қайтадан ашық бір қағыс ойнаймыз. Ешқандай пернені баспай. Қан. Жас деген буынды айтатын кезде енді 7-ге қарай барамыз. Неге 7-ші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Енді осы жерде 2 қағыс қағамыз. Жас. Та деген буынды айтатын кезде 6-ны ұстаймыз. Қараңыз, бас бармақ 7-ның жоғары жағында тұр. Осы жерде тұра берсін. Бірінші саусақпен 6-ны ұстадық, 2 қағыс қағамыз. Та. Ре деген буынды айтатын кезде 4 ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Ре. Дік деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы буын. Екінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Дік. Мінекей, жалпы бірінші қатарды үйреніп қойдыңыз. Оны енді дұрыстап, бәрін бірге түгел қосып айтқан кезде былай болады, мұқият қарап отыр. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік. Осылай өте оңай, сіздер үшін жай тартып көрсетіп жатырмын. Сөзімен бірге айтып, қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді келесі ретте екінші қатардың сөздері. Бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік. Осыны домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бір дәуір деген сөзді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Бір дәуірдің деген буынды айтатын кезде енді екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ жоғары жағында тұрады. Бір қағыс қағамыз. Дің. Мөлдіре деген сөзді айтатын кезде 4 ұстаймыз. Бірінші саусақпен 3 қағыс қағамыз. Мөлдіре
ген деген буынды айтатын кезде енді жетіні ұстаймыз жаңағыдай екінші саусақпен, бір қағыс. Ген. Ас деген буынды айтатын кезде алтын ұстаймыз бірінші саусақпен, осылай екі қағыс қағамыз. Ас. Па деген буынды айтатын кезде төрт ұстаймыз бірінші саусақпен, екі қағыс қағамыз. Па. Не деген буынды айтатын кезде енді екінші пернені бірінші саусақпен ұстап, екі қағыс қағамыз. Не. Ең соңғы д деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ екінің жоғары жағында тұра берсін. Енді осы жерде екі қағыс қағамыз. Дік. Жалпы екінші қатардың барлығын түгел айтқан кезде былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді үшінші қатардың сөздері. Бәрімізде жазылмаған дастан едік. Мұқият қарап отырыңыз. Бұл қатар әсіресе қайырмада да қайталанады. Сондықтан дұрыстап үйреніп алыңыз. Ең алдымен бәріміз деген сөзді ашық үш қағыс қағып айтамыз. Бас жағы бірінші қатарға ұқсайды. Бәріміз де деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Де. Жазылма деген буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз. Екінші саусақпен үш қағыс қағамыз. Жазылмаған деген буынды айтатын кезде енді алтын ұстаймыз кішкентай саусақпен. Бір қағыс. Ал бас бармақ төрттің жоғары жағына тұрады. Ған. Дас деген буынды айтатын кезде енді төрт ұстаймыз бірінші саусақпен, екі қағыс. Дас. Тан деген буынды айтатын кезде екіні ұстаймыз бірінші саусақпен, екі қағыс. Тан. Е деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап, екі қағыс қағамыз. Е. Дік деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық, ешқандай пернені баспай, екі қағыс. Дік. Жалпы бұл қатар, үшінші қатар былай шығады, мұқият қарап отырыңыз. Бәрімізде жазылмаған дастан едік. Сөз үшін жай тартып көрсетіп жатырмын, негізінде жылдан тартасыз. Енді ең соңғы қатар, шумақтың куплетінің ең соңғы қатары. Армандастар, құрдастар. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Жалпы бұл қатары да қайырмасында осы әуендері қайталанады, сондықтан мұқият мән беріңіз. Ең алдымен армандас деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Үш қағыс қағамыз. Армандас. Тар деген буынды айтатын кезде кішкентай саусақпен төртке барамыз, мінекей. Ал бас бармақ жаңағы тұрған жерінде тұр, яғни екінші перненің жоғары жағындағы шекті басып тұра береді. Осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Тар. Қор деген буынды айтатын кезде енді қайтадан екіге барамыз, бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Қор. Дас деген буынды айтатын кезде енді қайтадан төртке барамыз. Оны енді бірінші саусақпен ұстаймыз. Мінекей, екі қағыс. Дас. Тар деген буынды айтатын кезде енді алтыны кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ төрттің жоғары жағында тұра береді. Енді осы жерде тұрып там, татам, там деген төрт қағысымызды екі рет ойнаймыз. Сонда жалпы 8 қағыс қағамыз. Жалпы былай болады. Тар. Егер бұлай қағысы қағылмаған болсаңыз, жай ғана алма кезек жай қылып 8 қағыс ойнап қойсаңыз болады. Бұлай болады. Осылай. Жалпы осылай. Енді мінекей сіз әп-сәтте әннің алғашқы шумағын домбыраға толықтай салып қойдыңыз. Ең соңғы қатарын бір рет тартып көрсете салайын. Мынандай болады. Армандастар, құрдастар. Жалпы осылай.
Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді сізге түсінікті болу үшін бірінші куплетін сөзімен бірге айтып, бір рет көрсетемін, жай көрсетемін. Соны мұқият көріп алыңыз, қарап отырыңыз. Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар еді, бір дәуірдің мөлдіреген аспан еді, бәрімізде жазылмаған дастан еді, армандастар, құрдастар. Жалпы бірінші куплетін осылай орындайсыз. Сіз үшін жай тарып көрсеттім, негізінде жылдам орындайсыз. Мінекей сіз әп-сәтте әннің алғашқы шумағын домбыраға толықтай салып қойдыңыз. Енді екінші және үшінші шумақтардың барлығы осыны қайталанады. Осы бір әуен қайталана береді. Тек сөздерін дұрыстап орнына қойсаңыз болғаны. Ол үшін жаңа ғана видеоның басында мен әнді домбырада толық тартып көрсеткен кезімді мұқият қайта-қайта тыңдап көріңіз. Сөзімен бірге көбірек айтыңыз, сонда соншалықты дұрыстап орындайтын боласыз. Ал енді мінеке қайырмасына да кезек келді. Қайырмасы куплетіне қарағанда оңайырақ болады. Соңына дейін шыдап көріңіз. Және де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, қазір ұмытпай тұрғанда міндетті түрде тіркеліңіз. Менің көрермендерімнің саны 4000-ға жуықтап қалды. Тез арада 4000-ға жеткізіп тастайық. Және сіздер көбірек тіркелген сайын, көбірек маған лайк басып, жақсы комментарий жазған сайын мен әрі қарай қазақтың домбырасын насихаттап, көптеген әндерді каналыма жүктеп салып, видео сабақтар шығарып отырамын. Сондықтан ұлттық өнерді насихаттауға сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Ал ендеше әннің қайырмасына да кезек келді. Жалпы қайырмасында 5 қатар бар. Соның бірінші қатарындағы сөздер: бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен бір дәуір деген сөзді 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Ал бас бармақ қараңыз, жетінің жоғары жағында тұрады. Алма-кезек үнемі қайырмасында да қағысымыз. Бір дәуірдің деген буынды айтатын кезде жетін ұстаймыз, екінші саусақпен бір қағыс. Дің мөлдіре деген сөзді айтатын кезде енді 9-ға қарай жылжимыз. Мінекей бірінші саусақпен ұстадық. 3 қағыс. Мөлдіреген деген буынды айтатын кезде 12-ні ұстаймыз енді. Мінекей 12-ші пернені екінші саусақпен ұстадық. Мына екі ақ нүктенің ортасындағы 12 болады. Енді осы жерде бір қағыс. Ген ас деген буынды айтатын кезде 11-ді ұстаймыз. 12-ден алдын тұрған 11. Мінекей. 2 қағыс қағамыз. Ас па деген буынды айтатын кезде қайтадан 9-ға барамыз жаңағы. Енді 2 қағыс қағамыз. Па не деген буынды айтатын кезде жетін ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс. Не дік деген буынды айтатын кезде алтын ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Дік. Жалпы бірінші қатары өте қысқа ғана, бұлай шығады, мұқият қарап отырыңыз. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Осылай қайта-қайта жаттап алыңыз. Енді екінші қатар. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Ең алдымен бәріміз деген сөзді 4-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. 3 қағыс қағамыз. Бірінші саусақпен ұстадым. Бәріміз бір деген буынды айтатын кезде алтын ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. Бір өмір жо деген буындарды айтатын кезде жетіні ұстаймыз. 3 қағыс қағамыз. Өмір жо лан деген буынды айтатын кезде енді 11-ге барамыз. Кішкентай саусақпен мінекей. Бас бармақ 9-дың жоғары жағында тұрады осылай. Осы жерде тұрып 1 қағыс қағамыз. Лан бас деген буынды айтатын кезде 9-ды ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Бас тап
тап деген буынды айтатын кезде жетіні ұстаймыз. Бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Тап. Деген буынды айтатын кезде алтын ұстаймыз. Екі қағыс. Төрт ұстаймыз енді. Дік деген сөзді айтамыз. Ең соңғысы. Екі қағыс қағамыз. Дік. Жалпы екінші қатар былай шығады, мұқият қарап отырыңыз. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Енді үшінші қатар қысқа ғана, төртінші қатар екеуін бірге үйрете салайын. Үшіншісі былай, армандастар қайда, төртіншісі абзал достар қайда. Осыны бірден үйрете салайын. Қысқа-қысқадан мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен армандас деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Үш қағыс қағамыз. Армандас. Тар деген буынды айтатын кезде төртке барамыз. Бір қағыс. Тар. Қай деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Қай. Қараңыз, алтын ұстадым, мен төмен қарай бір қағыс қақтым, я. Енді да деген буынды, келесі да деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Неге? Тағы да енді бір қағыс қағамыз, ол да төмен қарай болады. Да. Яғни бұның әуені сәл басқаша, былай болады. Армандастар қайда. Та. Ең соңғы екі қағыс, екеуі де төмен қарай. Осыны ұмытпаңыз. Енді келесі абзал достар қайда. Абзал дос деген буынды төрттен бастаймыз. Төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап, үш қағыс қағамыз. Абзал дос. Тар деген буынды айтатын кезде алтын ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Тар. Қай деген буынды айтатын кезде жетіні ұстаймыз. Бір қағыс. Қай. Да деген айтатын кезде төртке барамыз. Бір қағыс. Да. Келесі қай деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Қай. Қараңыз, бұл да төмен қарай болды. Енді ең соңғы да деген буынды айтатын кезде төрт ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс, бұл да төмен қарай. Да. Яғни бұның да әуені мынандай. Абзал достар қайда. Ең соңғы екеуі де та, екеуі де төмен. Ең соңғы екі қағыс. Шатасып кетпеңіз. Жалпы үшінші және төртінші қатарды бірден тартып көрсетемін. Бұлай болады, мұқият қарап отырыңыз. Армандастар қайда. Абзал достар қайда. Осылай. Неге? Енді ең соңғы қатар, осыны ғана үйренсеңіз болғаны, ол қатар замандастар, қарлығаштар қайда екен. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен за деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ төрттің жоғары жағында бір қағыс қағамыз. За. Ман деген буынды айтатын кезде екіні ұстаймыз бірінші саусақпен. Бір қағыс қағамыз. Ман. Дас деген буынды айтатын кезде бірге барамыз. Бір қағыс. Дас. Тар деген буынды айтатын кезде ашық бір қағыс. Тар. Қар деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Қар. Ла деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағамыз. Ла. Ғаш деген буынды айтатын кезде қайтадан бірге барамыз. Бір қағыс. Ғаш. Тар деген буынды айтатын кезде ашық бір қағыс. Тар. Қай деген буынды айтатын кезде бірді ұстаймыз. Екі қағыс қағамыз. Қай. Де деген буынды айтатын кезде екіні ұстаймыз. Бір қағыс. Де. Е деген буынды созамыз. Бірді ұстаймыз. Бір қағыс. Де. Кен деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық ортаға барамыз. Жалпы орта былай болады. Кен.
егер оны тарта алмайтын болсаңыз, жай ғана былай 4 қағыс ашық ойнасаңыз болады. Жалпы ортаны түсіне алсаңыз, бір рет түсіндіре салайын. Кішкентай саусақпен алтын ұстаймыз, бас бармақпен 4-тің жоғары жағын. Оны ұстамай тұрып, бірінші ашық айтпақшы, ашық бір қағыс. Одан кейін жабамыз жаңағыдай. Төмен, жоғары төмен қағыс. Және мынамен алтын жоғары жағын басып қаламыз 4-ші қағысқа келгенде. Жалпы алғашқы 4 қағыс былай болды. Енді тағы да осыны қайталаймыз, бірақ ашық жоқ. Мына саусақ жібереміз. Төмен, жоғары, төмен 3 қағыс. Тағы да 4-шісіне келгенде жауып қаламыз. Жалпы 4 қағыс қосқанда 8 қағыс былай болады. Жалпы осылай ортаны жаңа айтқандай, осы видео сабақтарды түсіндіріп өткен болатынмын. Мінекей сіз әп-сәтте қайырмасын да үйреніп қойдыңыз. Ең соңғы қатарын бір рет көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Замандастар, қарлығаштар, қайда екен? Жалпы осылай сізге түсінікті болды деген ойдамын. Қайырмасын бір рет толық тартып көрсетемін, жай көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Осы бір ғана қайырма қайталана береді. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Мінекей сіз әп-сәтте әннің қайырмасын да үйрендіңіз. Құттықтаймын. Енді жалпы қайырмасын да, куплетін де домбыраға салдыңыз, үйрендіңіз. Енді оның айтылуына, құрылымына да бір рет мән беріп, соңына дейін тыңдай салыңыз. Жалпы кез келген әнде проигрыш деген нәрсе болады. Ол жаңа ғана мысалы мен видеоның басында әнді көрсеткен кезде тартып көрсеттім домбырада, сол кезде бірінші жай ғана әуен ойнадым, иә. Сол бізде проигрыш деп аталады. Ол әуен мынау болды. Қайырманың ең соңғы 3 қатары. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Осы қатарлар. Армандастар қайда, осыны, яғни сөзін айтпай бірінші ойнайсыз проигрыш, одан кейін бірінші куплет толық, одан кейін қайырма 2 рет орындайсыз толық, одан кейін екінші куплет, тағы да қайырманы 2 рет орындайсыз. Негізінде 1 рет орындасаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Мен жаңа 2 рет ойнаған болатынмын. Енді кейін екінші куплет, қайырма 2 рет айтылып болғаннан кейін тағы да осы проигрышты ортасында 1 рет ойнай саласыз. Ұмытып кетпеңіз. Енді одан кейін үшінші куплет, одан кейін тағы да қайырма. Мен қайырманы ең соңғысы болғандықтан 3 рет ойнадым. Және ең соңғы армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен деп 4-ші рет жартылай қайталаған болатынмын. Егер қаласаңыз, солай ойнасаңыз да болады. Жалпы әнді осылай аяқтайсыз. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Толық тартып үйрене алдыңыз деген үміттемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Жалпы мен армандастар, құрдастар әнін осымен 3-ші рет видео урок түсіріп отырмын. Себебі біріншісінде өшіп кетті, екіншісінде тағы да бір нәрсе болды. Сонда да адамдардың өтінішін орындау үшін, уәдемде тұру үшін мен 3-ші рет видео түсіріп отырмын. Оның барлығы көптеген уақытты, көптеген еңбекті, барлығын уақыт алады әсіресе. Менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Егер менің арқамда домбырашылар, ән айтатын адамдар көбейіп жатса, мен үшін бұл үлкен бақыт болады. Егер де
осы әнді үйрене алған болсаңыз, міндетті түрде мен үйрене алдым деп комментарийға жазып кетіңіз. Одан кейін егер де өзіңіз қалаған, үйренгіңіз келетін әндер болса, міндетті түрде астына жазып кетсеңіз, мен алдағы уақытта сол әндерді үйрету үшін барымды салатын боламын. Және де менің жаңа айтқанымдай, енді ғана дамытып келе жатқан Instagram, TikTok, Telegram желілеріне тіркелуді ұмытпаңыз. Описанияда ссылкаларын қалдыратын боламын. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.